Суретті қара. Мектеп жәрмеңкесіне арнап, әжесі 4 тоқаш пісірді. Тоқаштың бағасы 150 теңге тұрады. Барлық тоқашқа қанша ақша төлейді? Қанша тұратынын білу үшін бағасын санына көбейту керек. Сонда 150 көбейтілген 4. Көбейтуді баған түрінде орындаймыз. Нөлге аяқталған сандарды көбейткенде, нөлін ескермей көбейткен ыңғайлы. 5 ондықты көбейтеміз, 4-ке тең 20. Нөлді ондықтардың астына жазамын. 2-ні есте сақтап, жүздіктердің үстіне кішкене етіп жазамыз. Жүздіктерді көбейтемін. 1-ді 4-ке көбейтсе 4, ойдағы 2-ні қосамыз, шығады 6. Жүздіктердің астына жазамыз. 0 бірлікті түсіреміз. Жауапты оқимыз. 600. Ендеше 4 тоқаш 600 теңге.